Сәлем достар, бүгінгі видеода алтын күзге ұлыма осындай образ жасаған болатынмын, сонымен бөлісетін боламын. Корона жасау үшін бізге фетр матасы қажет. Бастың өлшемі 55 см болды. Мен ұзындығы 40 см, биіктігі 14 см етіп осылай кесіп алдым. Қалған бастың артқы бөлігі 10 см резинка болды. Ары қарай біз осы коронамыздың формасын жасап, оны кесіп шығамыз. Кейіннен сол 10 см резинкамызды коронаның екі бөлігіне тігіп, коронамыздың негізін жасап алдық. Ал костюмді біз осы видеоның астына ссылкасын тастап кетемін. Пончо тіккен болатынбыз. Дәл солай баланың футболкасын қолдану арқылы осылай атлас матасынан пончо тіктік. Ұзындығын ұзынырақ қып, одан кейін сол пончомызды біздің алтын күз тақырыбына арналған осылай жапырақтармен сәндеп, әсемдеп шықтым. Одан кейін біздің қазір коронамызды сәндейтін боламыз. Осылай жемістер, жапырақтар бәрін ыстық клеймен отырғызатын боламыз. Бұл өз фантазияларымызға байланысты. Біздің образымыз осылай шықты. Осындай әдемі образды өте оңай жолмен жасауға болады. Каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Біздің сыныбымыз көрмеден бірінші орынды алды.